Аға, балаларым үшін көмектесіңізші. Балаларым үшін қол ұшын Мені беріңізші. ашпаңдаршы кетіңдер былай. Машина ұстамаңдар. Аға, жүре ғой балам. Басеке, кешегі айтқан кездесуіңізге бүгін бару керек. Аға, балаларым үшін көмектесіңізші. Ей, Осы қалада тұр, сізден асқан бай менен асқан кедей жоқ шығар. Аға, балаларым үшін көмектесіңізші. Аға, өтініш. Кет Әділ, барай. Әділ, Ау. бара берші. Аға, сізді бәрі жомарт кісі дейді. Балаларым үшін жәрдем беріңізші. Иә, ол рас. Есімім Жомарт. Айта беріңіз. Аға, балаларым үшін көмектесіп жіберіңізші. Жарайды, көмектесейін. Балаңыз ба? Иә, балам. Атаң кім балақай? Санжар. Бәрекелді, жарайсың. Неше балаңыз бар? 3 балам бар. Күйеуіңіз қайда? Ол біз тастап кеткен. Түсінікті. Сізге бір шартым бар. Қандай, аға? Мына ақша әзірше менікі. Алла разы болсын. Бұл жерде шамамен 200 мың теңге бар. Егер мына балаңызды маған берсеңіз, осы ақша түгел мен сіздікі болады. Келістік па? Қалжыңдап тұрсыз ба? Ешқандай да қалжың емес. Не айтып тұрсыз сіз? Ақыры балаңызды баға алмайды екенсіз. Жағдайыңыз жоқ екен. Одан да бір балаңызды маған сатыңыз. Келісесіз бе осыған? Жақсылап ойланыңыз. Не айтып тұрсыз? Егер аз десеңіз, мынау да сіздікі болады. Келісесіз ба? Жоқ, сіз не айтып тұрсыз? Аз ба? Аз десеңіз міне, тағы бір бумасын қосам. Бір бума түгілі. 5 бума берсеңіз де балам түгілі бір тал шашын да бермей. Қайдағы жоқтайда да екенсіз. Бұлар менің бар байлығым. Осынша ақшаға бір балаңызды ауыстырғыңыз келмейді? Сіздің қандай кедей адам екеніңізді мен түсінбедім. Мені мұқият тыңдаңыз. Балаңыз өскенше қолыңызға қарайды. Өскен соң, сіздің жүрген жолыңызға қарайды. Осы ісіңізді балаңыз қайталамайды деп ойлайсыз ба? Балаңыздың болашағы жарқын болсын десеңіз, еңбекқорлыққа тәрбиелеңіз. Өзіңізде еңбекпен табуды әдетке айналдырыңыз. Аға, мен жетім өстім. Қол ұшын беретін ешкім болған жоқ, оқуға да түсе алмадым. Оқуға түсе алмасаңыз не? Міндетті түрде көшеге шығып қайыр сұрау керек пе? Дипломсыз мені кім жұмысқа алады? Сіз адамдардан әуелі қайыр сұрамай тұрып, жұмыс сұрап көрдіңіз бе? Жоқ. Енді не дейсіз? Бұрын қайда жұмыс істедіңіз? Асханада еден жуушы болып істегем. Енді басқа да жұмыс келетін шығар қолыңыздан. Қаласаңыз өзім-ақ жұмыс қалайын. Айлығы да тәп-тәуір. Рас айтып тұрсыз ба? Рас айтам. Міне, мынау менің визиткам. Басеке, кездесуге кешігіп қаламыз, уақыт болып қалды. Сағат 3-те осында келіңіз. Жарайды аға, онда біз сізді осында күтеміз. Қандай жақсы адам. Басеке, сізден бірдеңе сұрасам болады ма? Иә, Бағана қалтаңыздан шығарған ақшан береді ма деп ойлағам. Бір тиын берген жоқсыз. Соған таң қалдым. жүректегі дертіңді Аллаға айтсаң біледі. Адам айтсаң күледі деген. Сен мені дұрыс түсінбегенсің. Неге? Егер сол ақшаны қарындасқа бере салсам, біріншіден ол ақшаның қадірі болмайды. Екіншіден, ақша таусылған соң көшеге қайта шығады, қайыр сұрап.
Иә, дұрыс айтасыз. Әкем әрқашан айтып отыратын. Қарны ашқан адамға балық берме, балық аулайтын қармақ бер деп. Сол себепті ол қарындасқа ақшаның орнына жұмыс бердім. Маңдай терімен тауып үйренсін. Өйткені қайыршылық қазақтың қанында болмаған. Дұрыс қой, бірақ қазір бұндай жетім жесірлер тола ғой. Қай біріне көмектесе бересіз? Әділ, біздегі жетім жесірлер мен кедейлердің көптігіне Аллаға шағымданбауымыз керек. Алла оларға көмектесетін мейірімді жандарды жаратты. Әр қазақ менің жалғызым деп қалталы азаматтар қол ұшын беретін болса, біздің қарагөз қарындастар дәл осылай көше кезіп жүрмес еді. Иә, рас айтасыз. Сіздің өтінішіңіз бойынша жұбайыңыздың анализін қайтадан тексеруден өткіздік. Иә, қалай екен? Жарыңыздың құрсақ көтеру мүмкіндігі өте төмен. Сонда басқа амал жоқ па? Біз қолдан келген бәрін жасадық. Өкінішті әрине. Баласы бар адамдардың басында алтын тәжі болады. Бірақ оны перзенті жоқтар ғана көреді. Біреуде ақша жоқ, ал біреуде ізін жалғар перзенті жоқ. Бәлкім бұл да Алланың маған берген сынағы шығар. Жалған дүние деген осы. Бұл күніме де шүкір.